Ит пен мысық адамға қалай үйренді ертегісі. Баяғы заманда бір кемпір мен шал болған екен. Олардың балалары болмапты. Шал егін егіп жинаған астығын қамбаға сақтап үнемдеп жүреді екен. Ал артылған базарға барып сатып, шай тұзын айырып күндерін көріпті. Бір күні шал тағы да базарға барып сатуға қамбадан астық алмақ болады. Ол қамбаның есігін ашып қалса, тышқан қаптап жүр екен. Дәні бүтін бір астық қалмапты. Тышқандар жегенін жеп, жемегеннің ортасынан қақ бөліп шаша беріпті. Осы астықпен күн көруші едік, енді қайттық, деп зар еңірепті кемпір мен шал. Сол кезде бұлардың тұсынан өтіп бара жатқан мысық қастарына келіп, неге сонша қайғырып тұрсыңдар? Деп құйрығын бұлғаңдатып жөн сұрайды. Қайғырмай қайтейік, дейді шал мұңын шағып. Алаяқ тышқандар қамбадағы астығымызды жеп қойыпты. Олардың жазасын өзім берем. Қане көрсетші сұмырай ұры тышқандар, деп мысық арқасын күжірейтіп, мұртын едірейтеді. Ендеше бері жүр, деп шал мысыққа қамбаның есігін ашып береді. Қаптаған тышқанды көріп, көзі жайнап кеткен мысық, енді есікті жапта кете бер, дейді шалға. Үйдің арасын шарлап, аштықтан шегі шырылдап, қарны жабысып жүрген мысық қалың тышқанмен айқаса кетеді. Әп сәтте 5-6-ын ұстап, қылғытып жіберіп тойынып алады. Мысық бұған дейін үй-күйсіз айдалада қаңғып жүруші еді. Енді жаңбырда суға малшынбай, жылы қамбада тұратын болды. Сөйтіп, уақыт өте тышқандар бұл мыңнан бір жола безіп, жоламай кетіпті. Содан мысықтың тамағы азаяды. Мысық енді кемпірмен шалға келіп, қане, тағы қандай жұмыстарың бар, деп сұрайды. Тышқаннан құтылғандарына риза болған кемпір мен мысықтың жылтылдаған жүнінен сипалап еркелетеді де, қане, не қалайсың, айта ғой, дейді. Мен көп нәрсе сұрамаймын, жалғыз-ақ тілегім бар. Маған үйлеріңнің бір бұрышынан орын берсеңдер болғаны, деп мысық өзінің қалауын айтады. Кемпір мен шал мысықтың қалауын орындап, үйлеріне кіргізеді. Мысыққа үйдің ішінен не істеймін десе де, қайда жатам десе де ерік беріпті. Сөйтіп, үшеуі бірге тату-тәтті тұра бастайды. Кемпір күн сайын мысыққа бір тостаған сүт береді. Сүтке тойып алған мысық жылы деп пырылдап ұйықтап жатады. Тамақ іздеп ешқайда қаңғымайды. Бір күні түн ішінде шалдың қорасына қасқыр түсіп, 1-2 қойын жеп, басқасын жарып кетеді. Осы қойдың сүтін қоре кетуші едік, енді қалай күн көреміз? Бұл зұлымдардың зауалын беретін біреу табыла ма, деп шал қатты қамығады. Сол кезде мысық шалдың қасына келеді де, құйрығын бұлғаңдатып, бар ондай батыр, мен оны іздеп тауып ертіп келейін, дейді. Мысық жал даланы шарлап, итті іздейді. Бір кезде жер тіміскелеп, сүмеңдеп жүрген итті көреді. Қасына барады да, мен сені іздеп келдім, дейді маңғаздана қарап. Саған бір ақыл айтайын, бүйтіп көрінгеніңді қазып, сүмеңдеп тіміскеленіп жүргенше, адамның қорасын күзетсең, қарның тоқ болады, жылы, жайлы жерде тұрасың. Аштықтан шегі шырылдап жүрген ит мысықтың айтқанына көне кетеді. Баста ендеше сол адамның қорасына, деп құлшынады. Ал кеттің онда, деп мысық итті соңынан ертіп ауылға келеді. Шалдың үйіне келген соң кемпір итке тамақ береді. Қарны тойған ит қораның аузына барып күзетке тұрады. Түнімен көз ілмейді. Түн қараңғылығы сейіліп, бозарып таң ата бастағанда бір қасқыр қой қораға ентелей жетіп келеді. Аңдып жатқан ит шап беріп, алқымынан ала түседі. Қасқыр өлдім талдым деген иттен зорға құтылып, қаша жөнеледі.
Иттің ерлігін көрген кемпір мен шал: «Сен де бір ержүрек екенсің» деп итті тамаққа тойдырады. Есік алдына үйшік те салып береді. Сөйтіп, кемпір мен шал, мысық пенен ит төртеуі біріне бірі көмектесіп, еш уайымсыз өмір сүріпті. Мысық пен ит адам баласының қолына ең алғаш осылай үйренген екен. Қане, сіздерге ертегі ұнаса, лайк басып арнамызға жазыла кетіңіздер. Алда бұдан да қызық көптеген ертегілер болатынына уәде беремін.